Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді, қып-қызыл болып қуырылатын кәдімгі қарапайым қуырдақты бірге дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан кез келген ерекше қарапайым рецептерді қазақ тілінде таба аласыздар. Енді біз тамағымызды бастайтын боламыз. Бізге бар болғаны ет, картоп және жуа қажет болады. Менде жылқының еті. Мен осылай, яғни етіме тұз салмаймын, өйткені етім тұздалған және оның үстінен азғантай осылай бұрыш себілген. Енді қызып тұрған қазаныма мен майымды құямын. Майды қатты қыздырмаймыз. Оның үстінен осы еттерімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Не осылай араластырып, енді біз өзімізге қажетті дәмдеуіштерді сеуіп алатын боламыз. Мен бір кішкентай қасықта кориандр салдым, және де бір қасық зіре салдым, жарты шай қасықта қара бұрышты салып жібердім. Енді осылай барлығын жақсылап араластырып алатын боламыз. Біздің дәмдеуіштеріміз етіміздің барлық жеріне араласып тиюі қажет. Осылай араластырып болған соң, біз қазанымыздың бетіні жауып, 1 сағатқа қойып қоятын боламыз. Яғни төмен отпен бұқтырып қоямыз. 1 сағаттан соң не біздің осылай етіміздің суы шығып, осылай қайнап тұр. Біздің етіміз пісіп болды. Енді біз яғни отымызды жоғарылатып, оның үстінен жуамызды салып, жуамыз қызарғанша қуыратын боламыз. Не осылай жуамыз тарғыш түске кірді. Енді оның үстінен картопымызды салып, тағы да қып-қызыл түске кіргенше қуыратын боламыз. Достар, сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәбіз салсаңыздар да болады, және өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тұз салып алыңыздар. Енді жоғары отта осылай тоқтатпастан қуырып тұрамыз. Яғни асты жабысып қалмауы қажет, және суы тартылуы қажет. Қараңыздар, картопымыз осылай қызыл түске кірді. Міне біздің тек қана майымыз ғана қалды. Суының бәрі тартылып, әдемі қуырылып шықты. Енді осылай барлығыны жинап, қақпағымызды жауып, картопымыз піскенше қойып қоятын боламыз. Достар, сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бауыр, қойдың құйрығыны салсаңыздар да болады. Мен тек еттің өзінен ғана жасадым. Тамағымыз өте керемет, еттің дәмін айта алмаймын. Міндетті түрде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр, сіздерге ас болсын.